Енді мынау мен жасап қойыппын ертерек асығыс. Енді мына қолтықты қалай қысқартамыз? Негізі әдетте мен арнайы бөлек қысқартып, одан кейін мына жақтан резинка шығарып тоқимын да. Бір үлкендеу балалар болса. Енді бұндай кішкентай шақалақтарға ол міндетті емес. Тағы ескеріп кететін жағдай, мен мысалы үшін резинканы 2,75-пен тоқсам, мына денесіне 3-ші номерлі сымды алдым. Осылай жарты номер, 0,25 номер ауыстырсаңыз болады. Өйткені резинка әрқашанда сәл тығыздау болады. Енді кішкентай бала болғасын қатты тығыз қылмайсыз, орташа қылып. Мына жерді мен қалай қысқарттым, соны көрсеткім келеді. Енді мен қолтықты қалай қысқартқанымды көрсеткім келеді. Мен қысқартып болғам негізі. Просто қазір көрсетем. Бұны шетінен емес, 4 жіп тастап, 4 ілмек тастап қысқарттым мен. Сіз 3 тастайсыз ба, 5 тастайсыз ба? Мен енді осы жерде оптимальный вариант 4 деп есептедім өзім. Біріншісін әдеттегідей іліп алам. Тоқмаймын ары қарай. Іліп аламын. Мына қараңыз, мынау не? Теріс болғаннан кейін осылай тұр, үстіңгі жағында. 1, 2, 3, 4. Енді мынау келесі 2 жіпті мен бірге тоқимын, осылай. Мына оңнан солға қарай. Мынау артқы қабырғасынан, за задний стенки дейді, достар, артқы қабырғасынан алып, осылай қысқартам. Енді мынау бір қатарда қысқарттым ғой қазір. Сосын менде оң жағында мына не тұрады, мына байлаған жібім. Осы жағы оң болады. Үнемі мен оң жақта тұрады да жібім, содан білемін мен оң жағында отырмаған деген сияқты. Егер де мысалы үшін узор түсініксіз болса да өрнек. Енді мынау аяқ жағына келген кезде, сол жағына келген кезде қалай қысқартамыз? Мен жаңа тарқатып алғанмын кішкене. Сондықтан солай болып жатыр. Енді қараңыздар, мен 4 жіп қалдырамыз. Тағы 4 ілмек, 1, 2, 3, 4. 4 қалды, мен 6 қалды. Сол 6-ның 2-ін қысқартамыз тағы. Енді былай қарай қысқартам. Негізі қысқартқан кезде оң жағы мен сол жағынан бір бағытта қарап тұрғаны дұрыс. Мен мысалы үшін ішке қарай қаратып жатырмын. Енді бағана бас жағында былай қысқартқан болсам, оң жақтан сол жаққа қарай арт жағынан кіргізген болсам, сымды. Енді керісінше жоғарғы жағынан сол жақтан оң жаққа қарай кіргізем. Сонда екеуі де бір жаққа қарай қарап тұрады мыналар. Екеуі бір жаққа қарап тұр, қысқартылған жіптер. Енді бір рет қысқарттым. Енді арт жағына келген кезде теріс жағына тағы да осылай жасаймыз. Мына жіптің осы банитаның осы партиясы, осы бирюзовый цветі осындай бракованный болып шықты. Мынандай бір нелер бар ішінде, мынандай бір ақ. Одан кейін мынандай түйіндері көп болып шықты. Өкінішке орай, әшейінде олай болмайтын. Мына тағы да 1, 2, 3, 4. Мына шеткі ілмекпен 5 болады сонда. Енді мына оң жақтан сол жаққа артқы қабырғасынан іліп алып қысқартамын. Соңына келген кезде бағанағыдай сол жақтан оң жаққа қарай үстіңгі қабырғасынан кіргіземін. Сонда менің қысқартуларым бір жаққа қарай қарап тұрады. Әр жаққа қарап тұрмайды. Мына 1, 2, 3, 4. Мына жерде 6 қалды. Мына 6-ның 2-ін қара. Сол жақтан оң жаққа қарай үстіңгі қабырғасынан іліп алып қысқартамыз. Осылай біз, арқасында мен бұл жерде 5 рет қысқарттым. 4 рет қысқарту болады. Мен 5 рет қысқарттым әр жақ шетінен. Мына алғашқыда, мысалы үшін, әр қатардан қысқарттым. Мына қазір мына 2 қысқарту болды ғой,
Енді мына 3-ші қатарды тағы қысқартам. Енді 4-ші мен 5-ші жіпті қысқартқан кезде мен арасына бір қатар тастаймын. Тек қана оң жағынан қысқартам да, теріс жағынан қысқартпаймын. Сонда міне осындай мынандай қысқарту пайда болады. Әдемі, ешқандай аккуратный, ешқандай артық ештеңе жоқ. Енді мен қазір тарқатып тастаймын, өйткені бұл жерде қысқарту керек жоқ еді. Енді былай қарай, жоғары қарай бізге қажет ұзындыққа, биіктікке тағы да бірыңғай оң тоқимыз. Мына мойнын жапқанша. Енді бұл жерде қанша не аласыз сіз қатар, тағы да есептейсіз. Егер де сізге, мысалы үшін мынау несімен, мына қолтыққа дейінгі биіктікпен, мына қолтықтың биіктігі бірдей болсын десеңіз, онда біз мына жақта бағана 48 дедік па, мынаған қарап 48 қатар дедік па, тағы да сондай 48 қатар жүресіз. Мына немен қосқан кезде қысқартудан бастап есептейсіз. Қысқартудан бастап тағы 48 қатар жүресіз. Енді бұны өзіңіз индивидуальный расчет дейді, өзіңіздің балаңызға, өзіңізге қарап жасайсыз. Егер де жоқ міндетті түрде есептеп беріңіз, осыншама сантиметрде осынша қанша болады десеңіз, онда арнайы есептеп берейін. Мен өйткені бұны әртүрлі өлшеммен тоқып көріп жатырмын.